Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресеймен және Өзбекстанмен үш жақты одақ мәселесін қарастыруға дайын екенін мәлімдеді. Бүгін Владимир Владимирович бізге үш жақты одақ құру керек екенін айтты, және ол Өзбекстан президентіне қоңырау шалмақшы. Біз де осы тақырыпқа терең үңілуіміз керек. Бастысы оң нәтиже мен жақсы қарым-қатынас. Негізінде біз бұған дайынбыз. Неге болмасқа? Деді ел басшысы Ресей премьер-министрі Михаил Мишустинмен кездесуде. Мишустин өз кезегінде Ресей Федерациясы мен Қазақстанның тауар айналымы күрделі геосаяси және экономикалық жағдайға қарамастан 2022 жылы рекордтық деңгейге көтерілгенін атап өтті. Осы жылдың қаңтар-қазан айларында екі елдің тауар айналымы 2021 жылмен салыстырғанда 10%-дан астам өсті. 28 қарашада Тоқаев Ресей Федерациясына сапары барысында Ресей премьер-министрі Михаил Мишустинмен кездесу өткізді.